Әр қарай ойсақ, балалар ауылының тәрбиеленушілеріне сөмке тігу, маникюр, үшті принтерінде жұмыс жасауды үйретеді. Павлодар облысының кәсіпкерлері балалармен кездесіп, олардың кәсіпкерлік қабілеттерін дамытуға көмек береміз деп уәде берді. Алдымен балаларға кәсіпкерлікті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар жайлы айтылды. Олардың қазірден қажетті курстарды өтіп, 18 жасқа толғаннан кейін грантқа өтініш беру мүмкіндігі бар. Сондай шараларды ұйымдастыра отырып, осы балалардың бір таланттары болды ғой, скритный талант, сондай таланттарын былай шығарып, көрсетіп деген сияқты. Өйткені өзімнен білем, мысалы мектепте оқыған кезде ол мен үшін проблема болды. Мен мысалы мен айналысатынымды білмейтінді. Сондықтан бұл біздің істеп жатқан ісіміз өте балаларға болашақта немен айналысатын болашақ профессиясын анықтауға көмектеседі деп ойлаймын. Тәрбиеленушілер арасында өз ісін тауып, кәсіп ашуға ниеттеніп отырған балалар бар. 17 жастағы Алина Крутова сұлулық саласын таңдап, маникюр мастері болып жұмыс жасайды. Ол үшін осында кездесулер жаңа білім алу мүмкіндігін береді. Да, и думаю, что это очень важно, потому что Бұл өте маңызды деп ойлаймын, себебі грант деген қаржылай көмек өте жақсы мүмкіндік. Бұл жерде айтылған мәліметтердің барлығы болашақта өзімнің кәсібімді ашып жетілдіруге септігін тигізеріне сенімдімін. какие-то цели. Балалар ауылында 70-ке жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Олардың басым бөлігі шығармашылық жолында шыңдалып келеді. Мекеме басшысының айтуынша, тәрбиеленушілер жақында ғана аспаздық, жылыжай және сурет салуды дамыту бойынша кішігірім грант ұтып алған. Ахмаржан Қалымбек, Артур Поляков, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.